Қайырлы таң, құрметті көрермендер, біз қазір ғана ауылға келіп жеттік. Бүгін Ақмола облысы Целиноград ауданы Родина ауылы туралы айтпақпыз. Бізбен бірге болыңыздар, біздің айтарымыз көп. Ауылға ат басын тіреп, сыртқы көрінісіне көз тастағанымызда елді мекенді кішігірім қалаға ұқсаттық. Зәулім үйлер, ірі кәсіпорындар, әдемі саябақтар. Тіпті ауылдың өзіне тиесілі астық алқабына дәрі себетін 3 тікұшағы және сақтау қоймалары бар. Ал мына құрылғы ауылдың жарты бөлігін жылумен қамтып отыр. Ауылымызда 24 ұлт өкілінен тұратын 1800 тұрғын бар. Барлығы жұмыспен қамтылған және тұрмыстық жағдайлары да жақсы. Бізде ауыз судан тапшылық, жолға жөндеу жұмысы жүргізу керек. Жұмыссыздық деген проблемалар жоқ. Себебі оның барлығы шешімін тауып қойған. Ал бұған себепші Иван Сауэр басқарып отырған Родина агрофирма жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ауылымыздың барлық жағдайын осы бірлестік жасап отыр. Ауылдағы ірі кәсіпорындардың жұмысын дөңгелетіп, судан түскен пайданың жартысын осы кәсіпорынға құяды. Қалғанын ауылдың дамуына жұмсайды. Мектеп пен балабақшаны да назардан тыс қалдырмаған. Бұл біздің үлкен жетістігіміз. Осыдан кейін Күншуақ балабақшасына бағыт алып, ондағы тыныс тіршілікпен таныстық. 41 жылдық тарихы бар балабақша 120 балаға арналып салынғанмен, қазір мұнда 91 бала тәрбиеленіп жатыр. Күрделі жөндеу жұмысынан өткен мемлекеттік мекемеге жоғарыда аталған Родина агрофирмасы қаржылай қолдау көрсеткен. Сондай-ақ балалар мен қызметкерлерді тамақтандыруды өз жауапкершіліктеріне алған. Бұл үрдіс 36 жыл бойы жұмыс істеп келе жатқан 234 оқушысы бар мектепте де жалғасын тауып келеді. Тек оқушыларды ғана емес, мұғалімдерді де ыстық тамақпен қамтитын агрофирма білім ордасында да күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізген. Сондай-ақ Родина селолық округіне қарасты Зеленый Гай, Садовый деп аталатын екі елді мекеннен қатынап оқитын оқушыларға арнап 4 автобус көлігін сайлап қойған. Мұндағы тағы бір ерекшелік, мектеп оқушыларына арнап түрлі үйірмелер ашылған. Ең бастысы мұның барлығы тегін. Мақсат тәрбиелі, білімді болашақ қалыптастыру. Осы Родина тұрғаныма 6-7 жылдай болып қалды. Біз өзіміз Астана қаласынан көшіп келгенбіз. Осы жер маған қатты ұнап қалды. Жақсы. Көптеген үйлер салынып жатыр. Өзіміздің сүт өнім, қаймақ, сүт шығарылатын зауытымыз бар. Өте жақсы. Наубайханамыз бар. Тәтті тоқаштар, нандар пісіріледі. Өзіміздің пельмен шығаратын цехымыз бар. Жастарға міне көптеген көмек беріліп жатыр. Оқуын оқиды жастар. Шындығында да ауыл шығарған өнімдермен өз-өздерін қамтамасыз етіп отырған жайы бар. Оған мына наубайхана дәлел бола алады. Таңертеңнен нан пісіріліп, дүкеннің сөрелеріне қойылады. Қаладан нан өнімдерін алдыртып әуре болмайды. Себебі тортты да, тәтті бәліштерді де өздері пісіреді. Бағасы да өте арзан. Құрметті көрермендер, мен қазір осы Родина ауылындағы түшпәрі манты өндіретін цехтамын. Мен де көмектесуге келіп қалдым. Біздің жұмысымызды бірге бақылаңыздар. Қымбат апай, күніне қанша келі өнім өндіресіздер және қандай түшпәрадан бөлек, мантыдан бөлек қандай тамақтар жасаймыз? Біз әртүрлі тамақ жасаймыз. Күніне 100 килограмм шығарамыз. Голубцы істейміз, котлет істейміз, манты істейміз, вареники істейміз. Вареники және ірімшіктен де тәтті істейміз. Фрикадельки, тефтели бәрін жасаймыз осы жерде. Қанша келіден, мысалға, дүкендерге жөнелтіледі ғой? Осы Родина ауылын ғана қамтиды ма, әлде басқа ауылдарға да жіберіледі ме? Жоқ, жан жақтағы біздің көрші ауылдарымыз бар. Садовый деген жер бар, Зеленый Гай, және сосын Астраханкаға жібереміз да, қалаға да жібереміз. Жалпы неше адам жұмыс жасайсыздар бұл? 9 адамбыз. 9 адамбыздар, иә? Сұраныс өте көп шығар, жоғары шығар, иә? Біз старается етіп, бәрін қолымыздан келгенін жасаймыз, 9 адамбыз. Күнделікті жұмыс жасайсыздар, иә? Күнді істейміз, Мен сіздердің түшпәраларыңыздың дәмін татып көрдім, өте керемет екен. Ас болсын. Қолдан жасалады, барлығы табиғи өнім. Бәрі қолдан жасаймыз. Ештеңе қосылмайды, тек қана еттен ғана жасалады. Сиыр еті ма? Сиыр етін істейміз.
Родина спорт жағынан да қарқынды дамып келе жатқан ауыл. Бұлай дейтін себебіміз мұнда үлкен хоккей корты бар. Хоккей спортына баса назар аударған ауыл жанашырлары қазір бұл орталыққа жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сондай-ақ жақын арада хоккей командаларын жаңа спорттық киімдермен де қамтамасыз етпекші. Значит, существует у нас... Бізде балалар мен ересектерден құралған Родина деп аталатын екі құрама команда бар. Біз республика бойынша жарыстарға қатысамыз және өзіміздің кортта да жыл сайын турнирлер, спартакиадалар өткіземіз. Сонымен қатар тек спортшылар ғана емес, ауылдағы әр мекемеде істейтін қызметкерлердің арасында да жарыстар ұйымдастырамыз. Бұл ауыл тұрғындарына жақсы көңіл күй сыйлайды және шабыт береді. Хоккей кортынан шыққан бетте мына сұлулыққа назар аудармай кету мүмкін болмады. Ауылдың шетіне қарай орналасқан зообақта дала жануарлары, бұғы, пони, қодас өсіріліп жатыр. Әзірге осы жануарларды жерсіндіруде, кейін зообақтың көлемін ұлғайтып, жануарлардың, құстардың түрін көбейтпек. Сондай-ақ ауыл ішінде де тұрғындарға арнап, демалыс орындарын, балаларға арналған ойын алаңдарын салған. Бұл да сол Родина агрофирмасының қаржыландыруымен жүзеге асырылып отыр. Агрофирма Родина уделяет большое Біздің ауыл тұрғындарының ортақ ұраны бар. Ол еңбек етсең емерсің. Біз осы қағидамен жұмыс жасаймыз. Біреудің ала жібін аттауға жол бермейміз. Керісінше қол ұшын созуды насихаттаймыз. Сол үшін де осы агрофирма құрылды. Бүгінде ауылдың дамуына үлес қосқаннан бөлек, тұрғындардың әл-ауқатына да баса назар аударамыз. Бала туылса мемлекеттік жәрдемақыдан бөлек бір реттік сыйақы тағайындаймыз. Сол сияқты өмірден өткен азаматтардың отбасына да ақшалай көмек береміз. Бүгінде тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай 25 игі іс деген жобаны қолға алдық. Соның бірі жастар жаңа ықшам ауданы. Онда жас отбасыларға арнап үй салынды, кілттері де табысталды. Енді мектепте, балабақшада сенсорлық сынып ашу жоспарда бар. Құрметті көрермендер, бүгін сіздер Родина ауылының тыныс-тіршілігімен таныс болдыңыздар.